Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз көлге саяхат. Шоқанов Мақұл, тәкаппар мысал. Сен осы сабақта шығарманы жоспар бойынша өз өзіңмен мазмұндайсың, мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайсың. Сұраққа жауапты шығармадан табасың және ақпаратты берілген үлгі кестеге жазасың. Балалар, біз оға дейін Жонас Смақанұлымен танысайық. Жонас Смақанұлы 1924-1988 жылдары болған екен. Жамбыл облысы Талас ауданында туылған. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Мектеп баспасында Қазақстан мұғалімі газетінде Ара журналында жұмыс істеген. Қазақтың ақыны, атақты сықақшы. Оның балаларға арналған тәкаппар, әнші Әтеш, бұлбұл мен тоқылдақ атты шығармалары бар. Балалар, сөздік жұмыс. Тәкаппар, өзін барлық адамнан биік, артық санау, ешкімді менсінбеу, өзімшілік, өзін-өзі мақтау, өзін қатты жақсы көру, мақтан, шақтық қасиет. Дәптерге жазып алыңыздар. Жонас Смақанұлы сықақшы. Тақырыбы тәкаппар мысал. 1924 жылы бұл жерде сендерге Жонас Смақанұлының өмірбаянын айтып берейін. 1924 жылы 2 қарашада Жамбыл облысы Талас ауданы Ойық ауылында дүниеге келген екен. Ол анасына ерте аялап балалар үйіне тәрбиеленген екен. Мектепте мұғалім болып жұмыс істеді. Қазақстан мұғалімі, Қазақстанның пионер жазушы баспанасында жұмыс істеді. Бірінші тапсырма: Қазақстанның көлдерін ата. Бұл жерде Қазақстанның Каспий теңізі, Балқаш көлі, Арал теңізі, Зайсан көлі, Алакөл. Оқулық пен жұмыс. Жонас Смақанұлы тәкаппар. Жүнімді өзім білем деп, сусыз ақ өмір сүрем деп, қорлықта балықтап, мақтап та, теңізін туған таттапты. Bir күні күшті жел тұрып, тулады теңіз толқынып. Тәкаппар әлгі балықтың құшаққа құрылық алыпты. Жел кептіріп денесін, күн құрғатып өңешін. Желбезегі желпілдеп, ыршыды көкке селкілдеп. Құрлық судай болмады, жан қояр жер қалмады. Аузын ашып су тілеп, жылапты зорлап өкпелеп. Мөлдір суым мекенім, енді қайтсем жетемін. Қадіріңді білмедім, неге шалқып жүрмедім. Тыңдамап едім ешкімді, қателігін кеш білді. Балалар, сөздік жұмысы бұл жерде тәкаппар және бұл жерде өркек, кірек, менмен кесірлі. Тапсырмалар осы балалар. 3 және 4 тапсырмаларды жақсылап орындап, кері байланысқа шығасыңдар деген ойдамын. Үйге тапсырма: мысалды мәнерлеп оқу, кері байланысқа шығасыздар. Сау болыңыздар.